Құрметті оқушылар, біз бүгін 1-тоқсанның, яғни 6 сыныпқа арналған 1-тоқсанның БЖБ-сына тоқталамыз. Яғни 1-ші БЖБ бөлім бойынша бізде 1-ші бөлім Our Class, яғни менің сыныбым, немесе біздің сынып деп аталады. Жалпы БЖБ-да бізде 2 тапсырма ғана болады. Ол біріншісі бізде listening, яғни тыңдалым. Task 1. Listen what Joshua tells about the school in Japan. Choose the correct answer. Яғни, Жапониядағы өзінің сынабы туралы Джошуа айтқанын тыңдаңдар, және дұрыс жауапты табыңдар. Мінекей, бізде ABC біреуін таңдау керек, 4 сұрақ, және біз оған толықты тоқталмаймыз, бізде дұрыс жауаптары бар. Бірінші сұрақ бізде C, немесе school hat. Екінші сұрақтың жауабы A. He stands and bows to the teacher. Үшінші A. In his classroom. Төртінші B. At 2 p.m. and 3 p.m. Мінекей төрттен жауап осындай. Ал оны тексергілерін келсе, бізде яғни listening мынандай текстпен беріледі. Мінекей осыны тоқтатып көріп алсаңдар болады. Екінші тапсырма speaking, жүппен жұмыс жасаса дейді, және мына сұрақтарға яғни жауап беруіміз керек. Және өзің 3 сұрақ құра деген одан кейін, және оны қасындағыдан сұра. Бірінші, what subjects homework do you like? Why? Қай пәнінен үй жұмысын орындағанын ұнатасың? Неге? Мысалға, мына жерде бізде примерно, яғни сендерге мысал тұр, қалай жауап беру керек. I prefer doing homework in biology because it's always interesting for me. Яғни мен мысалға биологиядан үй жұмысын жасаған ұнатамын, себебі ол маған үнемі қызық. What are good and bad things about your school? Explain your answer. Сен мектебің туралы, яғни жақсы немесе жаман заттарды айт, және оны түсіндір. Мысалға, good thing in my school is that on Saturday we always have clubs and lessons on music and art. Сөйтек жақсыны айтты, жақсы. Мысалға, 6-шы күндері бізде неше түрлі үйірмелер, сабақтар болады, музыка және өнерден. What do you enjoy doing at school and what do you dislike doing? Explain your answer. Мектепте не істеген ұнатасың, және не істемегенді ұнатасың? Оны түсіндір. I enjoy staying with my friends and I dislike doing difficult problems in math. Не істеген ұнатамын дейді. Мысалға, достарыммен қалғанын ұнатамын, бірақ математиканың қиын есептерін ұнатпаймын дейді. Мінекей бізде осындай жазуға тырысамыз. Яғни бұда сендерден нені бағалайды? Жалпы 3 сұраққа да грамматикалық дұрыс жауап берді ма? 3 сұраққа анық дұрыс жауап берілді ма? Сөздікті қолданылды ма? Және оны сіздер айтып бересіздер, спикинг болғандықтан соны дұрыс айта алды ма? Яғни сіздерде барлығы 8 балл беріледі екен. Бірінші тапсырма бойынша 4 балл, екінші тапсырмада 4 балл. Мынаны біз өзгертуге тырысайық. Жаңаға ұқсатып, біз қазір дұрыс жауап жазамыз. Бізде бірінші сұрақ. Қай пәннен үй жұмысын орындағанын ұнатасың? I prefer doing homework, немесе I like doing десеңдер болады. Homework in English, мысалға ағылшыннан ұнатамын. Because it's fun. Себебі көңілді. Good thing, bad thing деген жазуымыз керек. Жақсы не, жаман не? Жақсы. Good thing is жақсы. Не істейміз? Достарымызбен кездесеміз дейді. Good thing is having friends, яғни достардың болуы.
at school. Мектепте. Енді жаман нәрсе bad thing, ол мысалы азанда ерте тұру деп айтайық, иә, is get up early. Ерте тұру. Жаздық. Не істеген ұнатасың, не істеген ұнатпайсың дегенге біз I enjoy doing. Енді сұрақ қалай қойып тұр, дәл солай жауап беріп жатырмыз. I enjoy doing. Не істеген өші doing орнына қоямыз. Playing games. Ойнағанды. And I dislike. Так, ұнатпайтын нәрсе. I dislike boring subjects. Іш пыстыратын сабақтарды. Мінеке, примерно осылай. Өзгертіп жазсаңдар да болады, басқа, яғни пән таңдап. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарың болса, маған комментарий жазуға және де пікір қалдыруға болады. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Okay, goodbye, good luck to you. Өзіңізге сәттілік тілеймін, оқушылар.